Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда көптеген пайдалы онлайн қызметтерге қатысты видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып, маған қолдау білдіріңіздер. Бүгін мен сіздерге IP-ні жабылғаннан кейінгі анықтамасын қалай шығарып аламыз, сол туралы көрсетемін. Ол үшін интернет браузерге кез келген ggdgov.kz деп жазасыз. Кішкене загрузка болады. Мемлекеттік кірістер комитеті деген сайт ашылады. Осы жерде поиск налогоплательщика деген бөлімге барасыз. Осы жерге IP-сы болған клиентіңіз болсын, өзіңіз болсын, соның иінін жазасыз. Сонда IP қашан ашылған, қашан жабылған туралы барлық ақпарат шығады. Иін деген жерге иініңізді жазасыз. Және яғни робот дегенді белгілеп птичкамен, сосын барлық данныйлар көрсетіледі. Поиск бөлім басамыз. Енді төмен қарай жасаңыз, IP-ның атауы, иіні, қашан ашылған, қашан жабылғанын барлығы көрсетілген. Енді бізге осыны шығарып алу үшін версия для печати көк батырманы бассаңыз, сізге басып шығару үшін қағаз түрінде шығарып береді. Анықтама. Осы анықтаманы кез келген сұратқан жерге тапсырсаңыз болады. Оны сақтап алып WhatsApp-қа жіберіп шығарып аласыз ба, или сразу печать етіп шығарып аласыз ба, сохранить етіп алсаңыз да болады, или сразу шығарсаңыз болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Осындай пайдалы ақпараттарды бірінші болып білесіздер. Рахмет, сау болыңыз.